Тоқтамыс хан, Алтын Орданың соңғы хандарының бірі. Жошы ұлысын бір орталыққа қайта біріктірген. Оның экономикасының дамуына, мемлекеттің бұрынғы құдіретін қайтаруға барын салған билеуші. Алайда оның өзімшілдігі мен ашкөздігі, сыртқы саясаттағы қателіктері жошы ұлысының тағдырына балта шапты. Тоқтамыс Алтын Орда үшін ауыр кезеңде таққа отырды. Бұл кезең Тоқтамыстың жошы ұлысының бірлігін қалпына келтіруге деген ұмтылысы мен, сондай-ақ Әмір Темір, Баязид, Едіге секілді тарихта өз орны бар тұлғалардың қақтығысымен ерекшеленеді. Тоқтамыс жошы ұлысын өзінің аумағында қайта біріктірген соңғы хан. Оның сол кезеңде қабылдаған шешімдері мемлекеттің, Дешті Қыпшақ халқының, жалпы көшпенділердің өміріне тікелей әсер етті. Көбіміз үшін Тоқтамыс хан империяны қайта біріктіріп, аз уақытқа болса да бейбітшілік орнатқан ұлы билеуші. Алайда оның жүргізген саясаты, соғыстары, қабылдаған шешімдері жошы ұлысы деген үлкен мемлекеттік құрылымның құруына алып келді. Сол кезеңде Алтын Орданы билеген Тоқтамыс, Едіге секілді билеушілердің әрекеттері кейінгі ғасырлардағы көшпенділердің тағдырын айшықтап берді. Тоқтамыс 1342 жылы Маңғыстау билеушісі Түйқожа Оғланның отбасында дүниеге келген. Әкесі Түйқожа Оғлан Маңғыстауды басқарған төре. Жошының 13-ші баласы Тұқай Темірдің ұрпағы. Оғлан аталу себебі ол заманда хандық титулы жоқ төрелерді Оғлан немесе сұлтан деп атаған. Түйқожа Оғлан Алтын Орданың билеушісі, Керей мен Жәнібектің атасы Ұрыс ханның немере ағасы. Осылайша Тоқтамыс пен кейінгі қазақ хандары туысқан болып келеді. Себебі қазақ хандары да, Тоқтамыс та жошының 13-ші баласы Тұқай Темірден тарайды. 1376 жылы Ұрыс хан Алтын Орда тағын иелену үшін сарайға жорыққа аттанады. Алайда Түйқожа Оғлан бұл жорыққа қатысудан бас тартады. Бұйрыққа бағынбаған үшін Ұрыс хан оны өлім жазасына кеседі. Дәл осы кезде өз өмірі үшін алаңдаған Тоқтамыс Әмір Темірге, Мәуереннахрға қашады. Пана іздеп келген Тоқтамысты Әмір Темір құшақ жая қарсы алады. Тоқтамысқа қолдау білдіріп, оған Алтын Орданың тағын иемденуге көмектеседі. Әмір Темір Тоқтамысқа әскер беріп, жошы ұлысына аттандырады. Тоқтамыс сыр бойы қалаларына жорықтар ұйымдастырады. Алайда барлық шайқастарда Ұрыс ханнан жеңіледі. Ақыры шыдамы таусылған Темір Дешті Қыпшаққа әскерді өзі бастап барады. Бірақ ауа райының нашарлауына байланысты Ұрыс хан мен Әмір Темір арасында үлкен шайқас орын алмайды. Біраздан соң Ұрыс хан қайтыс болады. Оның орнына ұлы Тоқтақия келеді. Тоқтақия да ұзақ отырмай қайтыс болады. Орнына Ұрыс ханның тағы бір баласы Темір Мәлік келеді. Темір Мәлік уақытының көбін той-томалақ, ойын-сауықпен өткізді. Көп мөлшерде шарап ішіп, той тойлады. Ал мемлекеттік істерге мүлде басын ауыртпады. Ақырында көптеген би әмірлер Темір Мәлікті қолдаудан бас тартып, Тоқтамыстың жағына өтеді. Тоқтамыс сыр бойы қалаларын бақылауға алып, ары қарай Сібірге аттанады. Сібірде шайбанилердің қолдауына ие болып, батысқа, ұлыстың астанасы Сарай-әл-Жәдидке жол тартады. Батыста Қажы Тархан мен сарайды басып алады. Бұдан кейін Калка өзені бойындағы шайқаста Алтын Орданың батысын басқарып тұрған Беклербек Мамайды талқандап, Қырым, Кавказ аймақтарын бағындырады. 1380 жылға қарай Тоқтамыс хан Алтайдан Дунайға дейінгі аумақты өз билігіне бағындырып, жошы ұлысын қайта біріктіреді. Осылайша 20 жылға созылған азамат соғысы Тоқтамыстың жеңісімен және Алтын Орданың қайта бірігуімен аяқталады. 1380-1381 жылдары билікті қолына алған соң Тоқтамыс хан генуялықтармен бейбітшілік орнатты. Тоқтамыстың кезінде жошы ұлысында орталық билік қалпына келіп, елдің экономикасы жанданды. Батыс Еуропадағы негізгі сауда орталықтарының бірі генуялықтармен жақсы қарым-қатынас орнатып, Италиян республикасымен сауда жасай бастады. Содан кейін азамат соғысы кезінде сарайға бағынудан бас тартқан ұлыстарды бағындыруды жоспарлайды. Сондай ұлыстардың бірі орыс кінәздіктері. 1382 жылы Тоқтамыс хан қалың қолымен орыс кінәздіктеріне жорыққа аттанады. Рязань мен Нижегород кінәздері ханның билігін мойындап, ұлыс әскерін керек жарақпен қамтамасыз етеді. Мәскеу кінәзі бағынудан бас тартып, Тоқтамыспен соғысу үшін Мәскеуден қашып мобилизация жариялайды. Тоқтамыс Мәскеу мен тағы бірнеше қалаларды басып алады. Осыдан кейін барып, Мәскеу кінәзі Дмитрий Донской ханның билігін мойындап, үлкен ұлын аманатқа жібереді. Жылнамашылардың хабарлауынша,
1383 жылға дейін Тоқтамыстың айналасында бейбітшілік саясатын қолдайтын сауатты әмір кеңесшілер болды. Мысалы, Шырын руынан шыққан Ұрық Темір, Қоңырат руынан шыққан Әлбек секілді би әмірлер сыртқы саясатты бейбіт, сауатты жүргізді. Алайда олардың өлімінен соң Тоқтамыстың айналасына Қазаншы, Едіге, Исабек секілді Маңғыт руының әмірлері топтасты. Бұл әмірлер Тоқтамыстың, жалпы жошы ұлысының саясатына ықпал етті және көрші мемлекеттерге қарсы агрессиялық, жаулаушылық саясат ұстанды. Содан 1383 жылы Тоқтамыс хан Хорезмге жорық жасады. Хорезм провинциясы 1361 жылы жошы ұлысының құрамынан шығып, тәуелсіз иелік ретінде өмір сүрді. Ал 1379 жылы Хорезмді Әмір Темір басып алды. Бұл кезде Хорезмдегі билік Қоңырат руынан шыққан Суфи әулетінің қолында еді. Ал Тоқтамыстың анасы Қоңырат руынан болатын. Нағашыларына қолдау көрсету мақсатында және жошы ұлысының аумағын қайтару үшін Хорезмге жорық ұйымдастырды. 1383 жылғы Хорезм жорығы Тоқтамыс пен Әмір Темірдің арасындағы бұрынғы достық қатынасты әлсіретті. 1384-1385 жылдары Тоқтамыс хан Мысырға елші жіберіп, Мысыр сұлтанына Әмір Темірге қарсы одақ құруды ұсынды. Оған қоса, Тоқтамыс пен Осман сұлтаны Баязид арасында Әмір Темірге қарсы одақ құрылуы да мүмкін еді. Тоқтамыс хан шығыста моғол билеушілері Камараддин Дулат және Енге төремен Әмір Темірге қарсы тағы бір одақ құрды. Тоқтамыс Хорезмді жаулап алады, бірақ Темір ешқандай әрекет жасамайды. Жеңісіне масаттанған Тоқтамыс бұрынғы Алтын Орда хандары көз тіккен тағы бір аймақты қайтаруды жоспарлайды. Тоқтамыс 1386 жылы Ширванға, яғни қазіргі Әзербайжанға басып кіреді. 90 мың әскермен Тебриз қаласын алады. Алайда Тоқтамыстың бұл әрекеті Әмір Темірге ұнамайды. Себебі Әзербайжан аумағы Темірге қарамаса да, Темір бұл аумақты болашақта бағындыруды жоспарлады. Әмір Темір қалың қолмен Тоқтамысқа қарсы аттанады. Темірдің жорығы Тоқтамыс үшін күтпеген жағдай болды. Сол үшін Темірге хат жазады. Хатында одан кешірім сұрап, ешқандай арам ниеті жоғын айтады. Тоқтамыс әскерін кері бұрып, жаулап алған аумақты босатады. Әмір Темір Тоқтамыстың кешірім хатын қабылдап, жорығын тоқтатады. Тебриз қаласы Темірдің бақылауына өтеді. 1387 жылы Тоқтамыс Орта Азиядағы Әмір Темірдің иелігіне шабуыл жасады. Бұл кезде Темір Иранда соғыс қимылдарын жүргізіп жатыр еді. Айта кететін маңызды жайт, 1360-1380 жылдардағы азамат соғысына дейін Хорезм мен оңтүстік Қазақстан аймағы жошы ұлысына қарап келді. Ал мәуереннахрда билікке Әмір Темір келген соң бұл аумақтарды жаулап алды. Тоқтамыс жоғалтқан Алтын Орда аумағын қайтарамын деген оймен Әмір Темірдің иелігіне шабуыл жасады. Тоқтамыстың мұндай опасыздығына ашуланған Темір әскерін Орта Азияға кері бұрды. Тоқтамыс Темір әскермен шайқасуға батылы бармай Дешті Қыпшаққа шегінді. 1387 жылы Тоқтамыстың әскері қазіргі оңтүстік Қазақстан облысының аумағында орналасқан Сауран қаласын қоршауға алды. Тоқтамыс әскерінің кейбір жасақтары Ташкентті басып алып, оны тонады. Бұхараға дейін жетіп, оны қоршауға алды. Бұл уақытта Иранда жорықта жүрген Темір 30 мың жауынгерді Самарқанға көмекке жіберді. Ал 1388 жылы ақпанда әскерді Темірдің өзі бастап, Тоқтамысқа қарсы Орта Азияға жорыққа аттанды. Тоқтамыс кері шегінді. Шамамен 1387 жылы жошы сұлтандарының бірі Темір Құтлық Тоқтамысқа қарсы бүлік шығарды. Бірақ жеңіліске ұшырап, Әмір Темірдің иелігіне қашты. Тоқтамысқа қызмет еткен, бірақ Темір Құтлықтың бүлігін қолдаған Маңғыт Едіге де Темірдің иелігіне қашады. Анасы жағынан туыс болып келетін Темір Құтлықпен бірге Тоқтамысқа қарсы одақ құрады. Тоқтамыстың шабуылына жауап ретінде Әмір Темір шекарадағы аумақтарды қиратты. 1388 жылдың көктемінде Әмір Темір Үргенішті басып алып, қала халқын Самарқанға көшірді. Осы сәттен бастап Үргеніш қаласы үлкен сауда мәдениет орталығы ретінде маңызын жоғалтты. Кейбір тарихшылардың пікірінше 1388 жылғы Темірдің Үргенішке шабуылы 13 ғасырдағы Шыңғысхан әскерінің шабуылынан әлде қайда жойқын болған. 1388 жылы Тоқтамыс Алтын Орданың түкпір-түкпірінен орасан зор әскер жинады. Алтын Орда көшпенділерінен басқа орыстар, черкестер, болгарлар, аландар, башқұрттар, Мокша, Қырым, Кафа және Азов тұрғындары жұмылдырылды. Тоқтамыс әскері Ясы қаласын,
қазіргі Түркістан, басып алып талан-таражға салды. Әмір Темір қосымша күштердің келуін күтіп 1389 жылдың наурыз айының басында Тоқтамыс әскеріне шабуыл жасап, оны талқандады. Хорасан мен Моғолстандағы көтерілістер Әмір Темірге Алтын Орда әскерін толық ойсыратуға мүмкіндік бермеді. Жеңіліске ұшыраған Тоқтамыс қарамағындағы кейбір әмір сұлтандардың басын алды. Қажы Баба Сұлтан өлтірілді. Оның жақтастары Бақыт Қожа, Қыдыр Қожа және Мамат Қожа Мәскеу кінәздігіне қашып кетті. Әмір Темір Тоқтамыстың жаулаушылық әрекеттерінен соң оның мәселесін біржолата шешуді ойлады. 1390 жылдың ақпанында үлкен армия жасақтап, 1391 жылы Жошы ұлысына аттанды. Темірдің жағында Едіге мен Темір Құтлық болды. Едігенің қарамағындағы екі нөкері қашып шығып, Тоқтамысқа алдағы жорық туралы ескертті. Тоқтамыс жаппай мобилизация жариялады. Тағы бір тарихи факт. Осы жорық барысында Әмір Темір Ұлытауға аялдайды. Ұлытауда Әмір Темір тасын қалдырады. Таста болашақ ұрпаққа өсиет жазып қалдырған. Бұл тас қазіргі кезде Ресейде, Петербург мұражайында сақтаулы тұр. Тоқтамыс жазға дейін барлық қажетті әскерді жинай алмады. Жұмылдырылғандар көп болғанымен Азов, Болгар және басқа жерлерден әскери бөлімдер келіп үлгермеді. Тоқтамыс Қырықкөл деп аталатын әскери жиын орнынан алыстап кетті. Әмір Темір Қырықкөлге келіп, Тоқтамыстың негізгі әскерімен қосылуы керек болған Азов әскери отрядын тұтқындады. Тоқтамыс Темір армиясының күші сарқылуына үміттеніп, кері шегіне берді. 1391 жылы 18 маусымда Темір әскері Құндызша өзеніне жақын жерде Тоқтамыс әскерімен бет-бе-бет кездесті. Тоқтамыс өзенге ығыстырылып, жаудың қоршауында қалудан қорқып, шегінуді тоқтатты. Тоқтамыс әскері дәстүрлі көшпелі тәсілмен соғысты. Бұл тәсіл тұлғама деп аталды. Тұлғама жеңіл атты әскердің жаудың тылына шығып, оны қоршауға алуы, немесе екі қапталдан шабуылдап, қоршап алуы. Бұл әдіспен жақсы таныс Әмір Темір онымен күресудің өзіндік әдісін ойлап тапты. Ол әскерін 7 корпусқа бөліп, резервті тылда қалдырды. Тоқтамыстың әскері тұлғама әдісін қолданып, Темірдің әскеріне шабуыл жасады. Алтын Орда әскері Темір армиясын қоршауға алуға сәл қалды. Темір уайымдай бастады. Көп ұзамай Темір шабуылды бастады. Темірдің әскерінің жағдайы түзелді. Шайқас жалғаса берді. Екі қосын жан таласып шайқасты. Содан шешуші сәтте Бекболат сұлтанның сатқындығы Тоқтамыстың позициясын әлсіретті. Темірдің әскері басымдыққа ие болды. Қоршауда қалудан қорқып, Тоқтамыс шегінді. Шайқаста екі жақта үлкен шығынға ұшырады. Тоқтамыс батысқа шегінді. Темір оны қолға түсіруге тырыспады. Өйткені әскерінің шығыны өте көп болды. Тірі қалған жасақтары әбден әлсіреді. Тоқтамысты қуудың орнына әскерін кіші жасақтарға бөліп, шығыс Дешті Қыпшақ халқын тонау арқылы азық-түлікпен қамданды. Азық-түлікпен мал болмаса, Темір әскерінің Мәуереннахрға аман-есен оралуы екіталай еді. Керек жарақпен, азық-түлікпен қамданып алғаннан кейін оңтүстікке, өз иеліктеріне жылжыды. Едіге мен Темір Құтлық Әмір Темірдің рұқсатымен қауіпсіздік грамотасын алып, әскерді тастап кетті. Олар Темірдің әскеріне арнап, азық-түлік, мал, адам жинап әкелеміз деп уәде берді. Бірақ уәдесін орындамай, жақтаушыларын жинап, Темір Құтлықты Дешті Қыпшақтың хан етіп жариялады. Әрине, Темір Құтлық шығыс Дешті Қыпшақтың белгілі бір бөлігін ғана басқарды. Дешті Қыпшақ халқы Темірдің шабуылынан қорқып қалды. Едіге мен Темір Құтлық мұны жақсы пайдаланды. Олар халықты өзіне бағындыру үшін Темірден алған арнайы белгімен қауіпсіздік грамотасын қолданды. Осы уақытта шайқас кезінде Тоқтамысты сатып кеткен Бекболат сұлтан Қырымда өзін хан деп жариялады. Көп ұзамай Тоқтамыс оны талқандап, Қырымды өзіне бағындырды. Тоқтамыстың жоқтығын пайдаланған Едіге мен Темір Құтлық сарайды уақытша басып алды. Осы уақытта Тоқтамыс Мысыр сұлтанымен қарым-қатынас орнатуға тырысып, оны Темірге қарсы шығуға шақырды. Сондай-ақ Тоқтамыс Литва князі Ягайломен келіссөздер жүргізді. Әмір Темірдің Тоқтамыстан басқа көптеген жаулары болды. Сондықтан ол Тоқтамысқа бейбітшілік ұсынды. Тоқтамыс алдымен келісімін берді, бірақ кеңесшілері оны Темірмен соғысуға көндірді. Темірдің хатына жауап ретінде Тоқтамыс дөрекі мазмұнда хат жазды. Тоқтамыстың жауабына ашуланған Темір
1395 жылдың қысында Тоқтамысқа қарсы екінші жорыққа аттанды. Бірақ бұл жолы жорықтың стратегиясын өзгертті. Әскерді халық аз қоныстанған қазақ даласынан емес, Кавказ таулар арқылы жүргізді. Жорық туралы естіген Тоқтамыс қорыққанынан Әмір Темірге елші жіберіп, бейбітшілік сұрады. Темір оның ұсынысын кері тепті. Бейбітшіліктің мүмкін еместігін түсініп, әскер жасақтауға кірісті. Үлкен әскер жасақтап, Терек өзенінің жағасында Темірдің әскерін күтті. Темір әскері Тоқтамыс әскеріне жақындады. 3 күн бойы Терек өзенінен өту үшін шайқастар болды. 1395 жылы 15 сәуірде Темір мен Тоқтамыс әскер арасында шайқас өтті. Тоқтамыс бұрынғы тактиканы қолданып, тағы да 2 қапталдан шабуыл жасап, қоршап алуға тырысты. Күнше оғланның, Бекжарық оғланның, Ақтау әмір мен Дәуіт Суфидің жасақтары Темір қосынының сол қапталына шабуыл жасады. Едігенің ағасы Исабек бастаған жасақпен Барын Жағалбайдың жасағы оң қанатқа шабуыл жасады. Бірақ бұл жасақтар жеңіліске ұшырады. Нәтижесінде Тоқтамыстың әскеріндегі әмірлер тағы да оған опасыздық жасады. Ақтау әмір, Бекжарық оғлан және болашақ Қырым ханы Тас Темір сұлтан әскерін кері бұрып, Тоқтамыс ханды тастап, Майдан даласынан қашып кетті. Темір Тоқтамыстың әскерін талқандап, Алтын Орда иеліктерін жүйелі түрде тонауға кірісті. Тоқтамыс Бұлғар мен Орыс кінәздіктеріне шегінді. Темір әскері Алтын Орда қалаларын бірінен соң бірін ала бастады. Еділ қалалары, Қырым мен Кавказдағы қалалар тоналды. Ресей кінәздіктерінің кейбір қалалары да алынды. Мысалы, Рязань кінәздігіндегі Елецк қаласы. Бірақ Темір Орыс жеріне терең енбеді. Нәтижесінде келесі қалалар толық қирады. Сарай Бату, Сарай Әл-Жадид, Балжимен, Мажар, Азақ қаласы, Солхат қаласы. Кетер алдында Әмір Темір Ұрыс ханның ұлы Құйыршақты Алтын Орда хан етіп жариялады. Қалаларды тонап, бірнеше тонау рейдтерін жасағаннан кейін Алтын Орда аумағынан кетті. Әмір Темірдің келтірген зияны орасан болды. Темір Жошы ұлысының ірі сауда мәдени орталықтарын толық күйретті. Сарай Бату, Сарай Әл-Жадид, Азақ сияқты қалалар сауда, ғылым, мәдениет орталығы ретінде маңызын жоғалтты. Әмір Темірдің осы жорығынан кейін Алтын Орданың қалалары бұрынғы ұлылыққа жете алмады. Бұл жорықтан кейін Алтын Орданың құлайтыны анық болды. 1370-1380 жылдары Ұлы Жібек жолының оңтүстік бағытында Темірдің қатаң басқаруының арқасында саяси тұрақтылық орнады. 1380-1390 жылдары Темір мен Тоқтамыс ханның соғысы екі билеушінің текетіресі ғана емес, сонымен қатар екі империя арасындағы экономикалық соғыс еді. Екі билеуші Ұлы Жібек жолынан түсетін табыс үшін соғысты. Өйткені Қытайдан шығатын жібек жолының тармақтары екі бағытта жүрді. Бірі солтүстік бағыт Алтын Орда аумағынан өтсе, екіншісі оңтүстік бағыт Темір мемлекетінің территориясынан өтті. Билеушілерге жібек жолынан қазынаға өте көп пайда түсетін. Мәселен, бір ғана Тебриз қаласынан қазынаға түсетін табыс сол кездегі бүкіл Францияның мемлекеттік бюджетінен көп болды. Темір мен Тоқтамыс жібек жолының сауда тармақтары өз территориясынан өткенін қалады. Тоқтамыс пен Темірдің саяси мақсаттары әртүрлі болды. Тоқтамыс Хорезм мен оңтүстік Қазақстан территориясын қайтарғысы келді. Оның ойынша Темір бұл аймақтарды заңсыз басып алды. Темір болса, Алтын Орданың аумағын өз елігіне қосқысы келмеді. Оның мақсаты өз елінің экономикасын жақсарту болды. Тіпті Алтын Орданың қалалары мен аумағын басып алғанымен ол жерде көп бөгелмеді. Ол тек Алтын Орданың экономикалық әлеуетін күйретті. Сауда орталықтарын қиратып, жібек жолының солтүстік тармағын әлсіретті. Нәтижесінде Алтын Орда қалаларының қирауына байланысты Ұлы Жібек жолының маршруттары оңтүстікке, Темір мемлекетінің аумағына көшті. 15 ғасырдың басталуымен Жошы ұлысы көптеген қала тұрғындарынан айырылып, деградацияға ұшырады. Көптеген ғалымдар, ойшылдар және ұсталар Мысырға қоныс аударды. Экономика қарабайыр кейіпке енді. Көрші елдермен де, мемлекеттің ішінде де тауар айналымы төмендеді. Билеушілер ақшаға деген сұраныстың төмендеуіне байланысты әлдеқайда аз монеталар шығара бастады. Экономика барған сайын табиғи сипатқа ене берді. 1398 жылы Тоқтамыс Литва князі Витовтың әскерімен бірге Темір құтлыққа қарсы аттанды.
әскери қолдау үшін Тоқтамыс Витовтқа барлық орыс кінәздіктерін беруге уәде берді. Темір Құтлұқтың әскері аз болды. Сол үшін ол Витовтпен келіссөз жүргізе бастады. Витовтқа оның билігін мойындайтынын, Витовтың атымен тыйын шығаратынын және жыл сайын салық төлейтінін айтып уәде берді. Бұл келіссөздердің бір ғана мақсаты болды: уақытты созу. Темір Құтлұқ едіге әскерінің келуін күтті. Көмек келген соң келіссөздерді дереу тоқтатты. 1399 жылы 12 тамызда Воркслей өзенінің бойында екі армия кездесті. Артиллериясы болған Витовт әскері жеңіліске ұшырады. Витовт әскері техникалық жағынан басым болса да, көшпенділерден жеңілді. Едіге әртүрлі айла амалдарды қолдану арқылы жау әскерін ойсыратты. Осы жеңілістен кейін Тоқтамыс едігеден жасырынып, онымен партизандық әдістермен, кішігірім қақтығыстар арқылы соғысты. Тоқтамыс өмірінің соңында Әмір Темірмен татуласып, оған өзінің елшісі Қара Қожа Арғынды жіберді. Тоқтамыс 1406 жылы едігеге қарсы шайқастардың бірінде жеңіліс тауып, Сібірде өлтірілді.